أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Екінші байлық Субханалла шариф. Мүбәрәк пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: Құдай тағала өзінің құзырына қонақ болуға шақырып, қасиетті Миғраж түнінде сол Алланың дәргейіне көтеріліп бара жатқанымда бір өзенді көрдім. Ол өзеннің мөлшерін, үлкендігін, тереңдігін бір Алладан басқа ешкім білмейді. Өзеннің жағасында құстың бейнесіндегі періште бар. Оның 70.000 қанаты бар. Егер жер бетінде Алланың бір құлы Субханалла, яғни Алла тағала бүкіл айыптан пәк дейтін болса, құс кейпіндегі сол періште тұрған орнынан ұшуға әрекет етеді. Вальхамдулилля, яғни барлық мадақ Аллаға тән десе, қанаттарын жаяды. Ла илаха иллалла десе, құс түріндегі сол періште қалықтап ұшады. Валлаху акбар, яғни Алла тағала шексіз ұлық десе, өзін өзі сол өзенге тастайды. Вала хаула вала қувата илля биллахил алийил азим, яғни еш айлам жоқ, қуатым жоқ, тек Алла тағаланың мейірім шапағаты болмаса десе, өзеннен шығады да қанаттарын сілкейді. Қанаттарын сілкегенде әрбір қанатынан 70.000 тамшы су тамады. Содан соң Құдай тағала сол тамған әрбір тамшы судан бір періште жаратады. Әр жұмысты жасаған соң, оның міндетті түрде адам баласына пайдасы болу керек қой. Енді мүбәрәк пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтылған бұл хадисінен біздің қолымызға келетін қандай әсері, қандай жемісі бар дейтін болсақ. Хадисте айтылғандай, Субханалла шарифті бір рет қана оқығанның өзінде 70.000 қанаты бар періштенің әрбір қанатынан тамған тамшы судан жаратылатын періштелердің саны 4 миллиард 900 миллион болады. Егер Құдай тағала қуат беріп, осы Субханалла шарифті күніне 5000 рет оқитын болсақ, Алла тағала 24 триллион 500 миллиард періштені жаратады. Айына есептесек 735 триллион періштені жаратса, жылына есептесек 8 квадриллион 820 триллион періштені жаратады. Егер 50 жыл бойы үзбей тағаттана оқитын болсақ, Құдай тағала 441 квадриллион періштені өзінің ұлықтығымен, шеберлігімен жаратады. Осыншама жаратылған есепсіз періштелердің барлығы жаратушы жаббар иеміз Алла тағаланы мадақтап, тәсбih айтады ва тахлил айтады. Пенде дүниеден өтіп кетсе де, осы құлшылықты періштелер жалғастыра береді. Калима айтушы адамға та қиямет қайым болғанға дейін кешірім сұрауын үзбейді. Әрине, бұл шартты есептеу мысал үшін ғана. Шындығында бұл ешбір есепке сыймайтын рухани қазына ва Құдай тағаланың берген шексіз рухани байлығы.